Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік алмалы бәліш дайындаймыз. Яблочный пирог. Бізге қажетті заттар: алма, жұмыртқа, разрыхитель, шекер, бөлме температурасындағы масло қажет. Ең бірінші алмамызды жақсылап тұрып, қабығынан ашып, тура видеодағыдай бір келкі етіп турап аламыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Мен 5 минуттай көлемінде миксерледім. Осындай пышны масса болуға тиісті. Жақсылап тұрып миксерлеп болғаннан кейін разрыхителімізді саламыз. Бөлме температурасындағы масламызды саламыз. Тағы да бір миксерлеп аламыз. Алмамызды саламыз. Алмамыздың кішкентай бөлігін алып қаламыз. Біздің бәлішіміздің үстіне қойып шыққанға қажет болады. Алмамызды салып болғаннан кейін оның үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды 2 бөліп салуға да болады. Мен барлығын салдым және миксермен миксерлейміз. Ешқандай да комок болмауға тиісті, толыққанды бір келкі масса болу қажет. Дайын болған массамызды формаға салып, астына пергамент төсейміз. Тура видеодағыдай салып жайып шығамыз. Үстіне алып қалған алмаларымызды қойып шығамыз. 180 градуста 45 минуттай пісіріп алдым. 40-45 минут аралығында піседі. Піскен піспегенін шпажкамен тексересіздер. Әркімнің пеші әртүрлі. Піскен пирогымызды формамыздан шешіп аламыз. Әбден суытамыз. Суығаннан кейін үстіне сахарны пудрамен әсемдеуге болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Барлықтарыңызға ас болсын.